Қыздар, енді қазіргі бөлімде мен сіздерге осы подошвамның үстін тоқуды толығымен көрсететін боламын. Бұл менде шишечки дейді орыстар. Мен сіздерге қазір шишка деп түсіндіре берейін. Үстін тоқу оңайдың оңайы. Бұлай қиын болып көрінетін шығар, бірақ өте оңай. Менімен бірге қайталап отырыңыздар, иә? Так, мына үстіңгі жағын қазір тоқу барысында мен мына жерден 16 петельк аламын. 16 воздушный петельк. Бұл 38-37, яғни орташа аяқтарға. Жібіміздің басын осылай мына саусағымызға өткіземіз. 3 саусақпен 2 жіпті қысамыз. Мына жақтан крючокты кіргіземіз. Былай мына крючокты бір рет айналдырып, 2 қолмен мына жіпті ұстаймыз. Мына жақтағы жіпке крючокты кіргізіп, мына тесіктен шығарамыз. Бұл басы. Так, бұл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы, 16. Енді мен тоқығаныма мұқият қарап отырыңыздар, өйткені бұл кішкене басқаша тоқылады. Мынандай узорлары кішкене басқаша. Енді біз столбик без накида, с накидам деген қолданбаймыз. Біз қазір басқаша узормен тоқып көрсем. Так, мына біріншісін емес, екіншісінен бастап тоқимыз. 1. Бұны тоқымаймыз, қыздар, қараңыздар, ол осылай тұру керек. Тұрады осылай. Так, келесін әр қайсына осылай крючогымызды кіргізіп, жібімізді салып шығамыз. Әр қайсына крючогымызды кіргізіп, жібімізді салып шығамыз. Крючокты кіргізіп, жіпті алып, осылай кете береді соңына дейін. Осылай тоқи беріңіздер. Әрбір тесігімізге кіргіземіз. Жіпті алып шығамыз. Мешаться етіп жатса, сіздерге былай қойып қояйын. Ең соңғы 16 петелькаға тоже жібімізді алып, крючок арқылы шығарамыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Бұны ең соңғы петель алып шығамыз. Және де бұны, мына ең соңғысын, мына. Ең соңғы тұр ғой, мына. Осыны мен бір рет тоқимын. Бір рет крючогымды алып шығарамын. Өйткені мынау шет-шеттеріне керек болады, әдемі болу үшін бір петелька тоқимыз. Енді крючокта осындай жіптер тұр, иә? Бір санап жеріңіздер, менде 16. Бұларды былай қалдырмаймыз ғой, біз бұны соңына дейін қазір тоқимыз. Енді тоқу үшін әр қайсысын қараңыздар, крючогыммен жіпті іліп аламын да, міне 1, 2, 2-2-ден осылай қысқарту арқылы бұларды қазір тоқимыз. Міне крючокқа жіпті алды, міне бірінші жіптен өтті, міне екінші жіптен өтеді. Кішкене тартамыз. Бірінші және екінші жіптен өтеді. Дәл осылай соңына дейін 2-2 жіпті алу арқылы қысқартып отырамыз. 2, біреу, 2. Да? Біреу, 2. 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 Жалпы осылай қысқартып шығамыз. Қиын емес қой, екеуден алдыңыз. Екеуден алдыңыз. Ең соңғысында екеу қалады. Тағы да оны қысқартып жібереміз. Молодцы.
Енді осындайдан тағы да бір рет тоқып шығайық, тура осылай. Енді қыздар қараңыздар. Енді мына ашып көрсеңіздер көрінеді. Так, мына жақта мынадан бастамаймыз. Бұл бірінші петелька тоқылмайды. Іштеріне дөңгелектеріне кіргіземіз. И мына жерде тоқылғаннан аламыз. Міне жанынан. Так, біреу енді қайтадан көтерілеміз. Міне екеу, түсінікті ғой, қыздар. Екеу, міне мынаусы үшеу. Так, келесі төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Жалпы қыздар, мына жерде тұрған нелерден алып жатырмыз, жіптерден. Міне былай тұр ғой, осы жіптерден алып кіргізіп жатырмыз. Көштің баласы да жылап кетті. Ярнар жіптеріңіз болса, міне жіптің ішінен осындайлар шығып жатады. Әйтеуір былай астына қарай кіргізіп жібердім. Оны сосын реттеп аламын. Мына жер кішкене қиын болады тоқуға. Бірақ былай ұстап отырыңыздар, енді бар күштеріңізді салып. Міне. Так, қыздар қараймыз. Бізде мына жіпте последний қалды, біз не істейміз бұны? Последний жіпті үнемі тоқып отырамыз. Кейін барып қараңыздар, ең соңғы петельканы бір рет өткіземін, бір рет тоқимын. Қазір бір рет тоқып жіберемін. Көрдіңіздер ме? Бір рет тоқыдым. Петля подъема дейді бұны. Так, енді менде осылай болып тұр. Енді қайтадан естеймін. Екі-екіден жауып қысқартамын бұларды да. Екі-екіден жауып қысқартамын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылай. Екі-екіден қысқартамын, қыздар. Қараңыздар. Крючокта мына жақта жіптер тұр ғой, соны екі-екіден, мына екеуін қысқартамын, мына екеуін қысқартамын деген сияқты қазір. Бұл әдемі узор шығу үшін. Біреу, екеу, біреу, екеу. Біреу, екеу. Мына бас жағы қиын болады, бірақ уже соңында уже жеңілірек болады. Так, молодцы, қыздар. Екі жіп қосымша қосамын деп жатқан қыздар болатын болса, мен осы негіз бір-ақ түспен ғана тоқиын дегенмін. Просто жаңағыда осы сары түспен тоқиын дегенмін. Просто екі түспен тоқса қалай болады, қалай қоса болады деген қыздардың сұрақтарына алдын ала жауап бергім келіп тұр. Так, қосымша түс қосамын деп, жіп қосамын деп жатқан жандар үшін арнайы түсіп жатырмын. Крючокқа жібімді осылай ілемін да, мына тесіктен шығара саламын. Соңғы екі петелька қалды бізде. Екі петельканы уже басқа түспен тоқисыздар. Басқа түсті қолданғысы келіп отқан жандарға айтып жатырмын. Ал егерде бір түспен осылай тоқи беремін деп отқан жандар, кәдімгідей ары қарай осы екеуін тоқып жалғастыра береміз. Міне. Просто осы жерде ғана разница. Басқа түсті қосып жібереміз, болды. Міне. Басқа түсті қостым. Астыңғы жіпті итереміз, мына түсті жіпті итереміз да.
Енді сары түспен тоқимыз. Енді қараңыздар. Всегда бірінші петелькалар тоқылмайды. Мына бірлер, ең біріншісі осылай қалады. Келесіден бастап тоқимыз. Тоқығанда әр қайсының мына астында 1, 2 осылай тұр ғой міне. Осы жерлеріне ғана крючогымызды кіргізіп тоқимыз міне. Так, енді 1. Сосын 2. Сосын 2. 1, 2. Мына жіппен бірге, 1, 2, 3. 3 болып саналады. Төртіншісіне мынандай шишка жасаймыз, қараңыздар. Мынандай шишка. Ол шишканы жасау үшін крючогымды жіпке айналдырам. Крючок жіпті бір рет айналып ұстау керек. Так, ұстадыңыздар ма? Бірге қайталайық. Крючокпен жіпті ұстаймыз. Енді біз бағанадан бері мына үстіңгі жақта тоқып жатырмық қой, мына үстіңгі жақтарын тоқып келе жатырмын. Бұл жолы мен үстін емес, мына астын тоқимын. Қараңыздар, қыздар. Қараңыздар. Біз мына бірінші қатар, мына екінші қатар, мына екінші қатар, үшінші қатар. Енді біз мына төртінші қатардың екінші рядына, астыңғы жағына қарай тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Төртіншісінің астыңғы қатарына қарай кіргіземіз міне. Үстіңгі қатар емес, мынау емес, асты жағы. Ашсаңыздар, ол осылай ашылады. Так, крючокқа жіпті айналдырдым. Төртінші қатардың астына мен жібімді крючогым кіргізіп 1 жіпті айналдырам. Тағы да крючокқа жіптілем. Мынаған кіргізем астына. 2. Тағы да кіргізем. 3. Енді осы жерде тағы бір мәселе. Мен мына жерде барлығын 4-4-тен жасағанмын. Сіздер 3-3-тен жасаңыздар болады. 4-4-тен жасаңыздар болады. 5-5-тен жасаңыздар болады. Яғни қайтадан крючокты осылай алып, мына жіптің ішіне салып, 5-еу осындайдан 4-еу шығарсаңыздар болады. Бірақ мен дәл қазір осы 4-ті жасаймын. 5 маған онша қатты ұнаған жоқ. 3 кішкентай болып қалды. Самый средний ол осы 4 екен. Және де мынаған жүргізу де оңай емес, сондықтан мен 4-ті таңдадым. Менде шишка қазір пайда болу үшін 4 петельканы алдым. Енді мына жіпті айналдырамын да, осы жіпті мыналардың қатарына өткізіп шығуым керек. Бірақ мына үшеуіне тиіспеймін. Так, кеттік. Бұлай крючоктарыңызды ары итеріп, бері итерсеңіздер, өзі-ақ шығып кетеді. Міне. Шықты, крючокта қыздар 3 жіп қалу керек. Біз мына астыңғы жіптен қанша штук жіпті өткіздік? 4-те өткіздік па? Соның барлығынан крючок өтеді. Ал мына жақтағы шеттеріндегі жіп қала берсін. Міне шишкамыз осылай өтті. Енді не істейміз? Мына шишка былай тұр. Шишкамызды бұздырамыз. Жіпті кішкене бір ары қарай, артына қарай итеріп жібереміз. Итеріп, міне қараңыздар. Итердім, жіп мына жақта қалды артында. Осы жіпті аламын да, крючогыма ұстаймын да, мына жақ тесіктен шығарамын. Молодцы. Бізде бір шишка дайын болды. Қараңыздар. Мен оның артынан итеріп жатырмын. Мысалға, қыздар, мына жақта жіп кішкене мына жерде шығып тұр. Вот, осы жіптер, мысалы, үстінен қарасаң онша білмеуі мүмкін. Осы жіпті былай артқа қарай тартып жүрсеңіздер, осы әдемі болып тұрады. Енді қайтадан не істеймін? Қайтадан былай кішкене шишкамыз былай ұстаймыз. Мынау жіпке енді мына ряд. Так, мына бірінші ряд, екінші ряд, міне. Бірінші ряд, екінші ряд, үшінші ряд. Осыларды қазір тоқып шығамын. Тоқығанда бұларды үстінен тоқимын. Шишканы төртіншісінің астынан тоқимын. Біреу, қараңыздар. Бұларды үстінен тоқимын. Екеу, міне. Үшеу, міне. Төртіншісіне, міне, 3 ряд тоқыдым ғой. 1, 2, 3. 3 ряд тоқыдым. Енді мен мына төртіншісінің үстіңгісіне емес, астыңғысына шишка жасаймын. Так, кеттік. Петелькамызды
жіптерімізді былай аламыз. Жіптерімізді алып, мынау астыңғысына қарай кіргіземіз. Бұны былай итерсеңіздер де болады. Үзілмейді, ештеңе етпейді, қыздар. Көріңіздер. Айналдырып көріңіздер, былай жасап көріңіздер. Так, 1, 2. Жалпы түсінікті болды ма? Міне. Жібімді алып кіргіземін, міне. 2, қайтадан мынаған кіргізем. 2, 3. Міне. Немесе мына қолдарыңызбен былай ашып отырыңыздар, қиын болса, мына сұр жіпте. 4. Төртінші жіпті тоқып болғаннан кейін крючокқа жіпті бір рет саламын. Молодцы, қыздар, бізде 4 рет болды. Қиын болса, 3-тен ғана алып бастаңыздар. Енесем крючогымды алып, мына жіпті былай іліп аламын. Мына қатарға дейін крючогымды шығаруым керек, мына жібімен. Жіпті алдым. Мына жақта үш жіпті нетіп кетпесін, алып кетпесін. Енесем былай қарай жатқыздырамын да, шишкамды жатқыздырамын да. Осылай. Осылай тартамын. Бізде 2 шишка пайда болды, Енді қайтадан мынаны шишкамыз былай артына ашып қараңыздар, жіп қалып кетпесін. Енді 1, 2, 3. Осы 3 жіпті не істеймін? Үстінен тоқимын. Қараңыздар. Мына жерден тоқимын. Шишкаға келген кезде астынан тоқимын. Кәдімгі не болу керек болса, кәдімгі рядтар болатын болса, қатар онда үстінен тоқимын. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мен шишкадан кейінгі шишканы емес, мына шишканы жоқ. 1, 2, 3 шишкадан кейін 3-тен қалу керек. Так, 3 тоқыдық. Енді не істейміз? 4-шісіне біз шишка жасаймыз. Шишка жасау үшін астыңғы рядтың жібіне кіргіземіз. 1, 2, 3 болды. Крючокқа жіпті айналдырып, мына қатардың астына қарай тоқимыз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, мына 4-шінің астына. 1. Мына жіпті ұстап отырыңыздар астына. 2. 3. Соңғысы 4. Так, крючокпен жіпімді айналдырамын. Так, енді мына жақта мына шишкамыз үйіп тұрса, былай жөндеп қойыңыздар да, жіпті былай артына қарай жіберіңіздер. Былай қарай етесіңіздер, әдемі емес болып қалады. Шишкамызды былай айналдырамыз. Былай тұр ғой шишкамыз, былай қарай жатқызыңыздар. Кішкене болсын. Былай артқы жағынан кішкене. Өзі де қатты бір майыспайды. Бірақ сонда да әйтеуір жіпті артқа қарай жіберсек болды. Так, крючогымды аламын да, мынадан бір петелька өткізіп жіберемін. Үстінен кәдімгідей обычно тоқи саламын. 2, 3, 4-шісін не істейміз, қыздар?
тоже төртіншісін шығарамыз, тоқимыз, то есть. Төртіншісін шығарамыз және де бір рет тоқимыз оны. Енді қайтадан обычно, бағана айттым ғой қыздар, қайтатын кезде міндетті түрде 2-2-ден ғана қайтарамыз. Кеттік. Так, енді қайтадан крючогыма жіпті алып аламын да назад қайтамын. 2-2-ден қысқарту арқылы. Міне бір жіптен қысқарттым, тағы да мына жіптен қысқартамын. Екеу, тағы да екеу, біреу, екеу, тағы да біреу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу. 2-2-ден осылай қысқартып шығамын. Артқы жақ қыздар уже осындай барлығынан крючокты аластырып жіпті өткізіп 2-2-ден осылай қысқартып шығамын. 2-2-ден қысқартып шығамын. 2-2-ден алып қысқартып шығамын. Ой. 2-2-ден алып қысқартып шығамын. Вот мен қысқарттым. Міне менде осындай әп-әдемі болып шишкалар пайда бола бастады. Сіздерде де шықты ма қыздар? Жіпімді ауыстырамын. Мына жерде ең соңғы петелька. Жіп қосып жатқан қыздар үшін қараңыздар. Соңғы екі жақ қалады ғой міне. Екі петельканы. Уже мына жақтағы басқа жіпті астында болса тұрады, бұны қырқпаңыздар. Біз осыны осыған қосып жібереміз. Последний екеуін басқа түспен тоқи береміз. Кеттік. Ары қарай не істейміз? Ары қарай уже бізде бір ряд просто так әшейін жүріп қайту керек міне. Біз қазір мына жерде тоқып жатырмыз. 1, 2, 3 шишкамен тоқып қойдым. Енді келесі ряд просто мына жерде бір қатар жүріп шығамыз. Да, түсінікті ғой. Ал кеттік ендеше. Кәдімгі мына шишкамыздың үстінде де осындай жіп бар. Жандағылардың барлығынан осындай жіп бар. Көрсеңіздер табасыздар. Әрқайсысын осылай алып шығамыз. Мына жақта қараңыздар. Шишка тұр ғой міне. Шишканың тура үстін алсаңыздар, әрқайсының үстіңгі жақтан осындай жіптерін алып тоқып жатырмын. Молодцы. Бұл жай ғана осы шишканы тоқып болғаннан кейін бір рет обычно жүріп шығамыз. Қайтадан, көрдіңіздер ме қыздар, өте оңай. Қайтадан мына бір соңғы рядты мен тоқыдым, көрсеттім бе? Мына рядты мен бір рет тоқып алдым. Так, енді қайтадан 2-2-ден қысқартып шығамыз. Біреу, екеу,
1 2 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 Так, енді қыздар, мына қосымша жіпті тоқып жатқан қыздар, екі түспен тоқып жатқан қыздар, сіздерге енді келесі жіпті қосу керек болады. Ол үшін оның орнына мына келесі жібімізді қосамыз. Түсінікті? Сол кезде бізде край шет-шеттері әдемі болады. Біз шишка жасайтын рядқа келдік. Шишка жасаймыз қазір. Естеріңізде болса, мен айттым, бірінші ряд саналмайды деп. Келесі рядтан бастап санаймыз. Сары жіпті қолға аламыз, сұр жіп астында қала береді. Бірінші ряд тоқылмайды, екінші рядтан бастап біз уже шишка жасай береміз. Шишка жасау үшін бірінші ряд тоқылмайды, екінші рядтан бастап біз уже шишка жасай береміз. Шишка жасау үшін бірінші қатар емес, екінші қатардың астыңғы жағы, екінші жағынан бастап жасаймыз. Біреу жіптілемін, 2 3 4. Так, крючокқа жіпті аламын, осылардың ішінен шығарамын. Вот, мен мысалға мына біреуін тоқып кеттім, не істеймін? Мына жақты қатты ұстап тұрыңыздар. Біреуін ала саламын да. Екіншісін былай қоя саламын. Бізде мына шишкамызды дайын. Шишканы былай кішкене жылыстып, астыға қарай жіпті итеріп жібереміз да, оны істейміз. Мына енді осылай тұрмайды ғой. Крючокты айналдырып, бір рет кіргізіп жібереміз. Молодцы. Так, енді бұл бізде екінші қатар болғандықтан қараңыздар. Шахмат сияқты кету керек қой. Мына жақта болды. Енді мына жерге қалай біз тоқимыз, тоқымаймыз. Мына жаққа тоқимыз. Мына ортасында жоқ па? Екінші қатардың ортасында тоқимыз. Мына жақта жоқ па? Ортасына тоқимыз. Мына жақта уже кейінгісіне тоқимыз. Сол сияқты енді біз не істейміз? Дәл қазір 3 ряд тоқимыз. Біреу, 2 3. Жалпы қыздар түсінікті ғой, мына узорда только үстіңгі жағын тоқи береміз. Міне 1 2 3 үстіңгі жағы. Шишканы тоқитын кезде астыңғы рядқа қарай өтеміз. Екінші рядқа міне. Так, енді 1 2 3 4-ші рядқа келген кезде міне мен шишкадан кейінгі рядтар санап отырмыздар. Мына шишка тұр, алдыңғы ряд маңызды емес. Шишканы тоқыдым. Кейінгі ряд міне 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4-ші қатарының бірінші рядына, 4-ші қатардың үстіңгісіне емес, астыңғысына мен шишка тоқимын. Крючогыма жіпті алдым, біреу,
мына жақтағы жіпті ұстап отырыңыздар. Мына қолдарыңызға жіпті іліп қойыңыздар. Біріншісіне неудобно болады, екіншісіне үйренесіздер. Екеу, иә? Үшеу. Так. Төртеу. Енесем, крючокқа айналдырам да. Бізде екі шишка дайын, молодцы. Енді қыздар, тағы да не істеймін? Шишкамызды жылжыта тұрамын да, міне. Үстіңгі рядтардың бәрін 3 рет тоқимын. 1, 2, 3. Төртіншісіне келген кезде не істеймін? Мына рядтарды былай санағанда, қыздар, былай санаңыздар. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар деп. Үшінші қатар мен тоқып тұр, келесі қатардың төртіншісіне мен крючогыма жіпті айналдырып аламын да. Екі. Үш. Төрт. Так, төрт жіп крючокқа айналдырам. Шишкалардың барлығы бірдей тоқылады, қыздар. Так, крючогымды нетемін. Ой, шарам. Менің сияқты болып қалса, жіпті мына жағынан ұстап алыңыздар, қысып алыңыздар. Немесе сөгіп қайтадан тоқи саламыз. Мысалға мен әдейі сөккен жоқпын, сіздерге көрсету үшін. Так, biraz қысып қоямын да. Жіпті былай шығара салам. Да? Так, 3 жіп ортада қалды. Шишканы жатқыздырып, мен бір рет мынаны тоқып жіберемін. Сосын артында бізде 2 петелька қалды. Біреу тоқим. Мына жағынан қарай кіргіземін, қыздар, мені қараңыздар. Кіргіземін, тоқимын. Одан кейін тағы да плюс өзін жеке біреуін, өзін бөлек тоқимын. Біз не істейміз енді? Петелькамызды бір санап аламыз. Менде сондай жағдайлар болды, что тоқып келе жатқан кезде кейде петелькам жетпей қалады. Мынаны шишканың жаңағыдай былай алып келе жатқан кезде мына жанындағысын тоқып қоямын да. Сондықтан әр рядқа келген кезде осылай петелькаларымызды санап отырамыз. Бірге санайық. 3, 6, 9, 10, 13, 16. Дұрыс, 16 петелька, иә? Енді не істейміз, қыздар? Қайтадан. Мен сіздерге қайталап айтайын. Былай обратно кетіп бара жатқан кезде міндетті түрде барлық движение бірдей болады. Барлығы мына соңғысына келеміз ғой, осылай. Соңғысына келген кезде, ең соңғысын, ең соңғысын былай алдық қой, мына жақтан, не? Алдық, жіпті крючокқа орап, шығарамыз. Шығардық. Енді қыздар, осы петельканы өзін, жалғыз өзін, соңғы петельканың біреусін өзін тоқып аламыз. Біреусін тоқып алдық. Қалғандарының барлығын 2-2-ден қысқартып отырамыз. Міне қараңыздар. Так, кеттік.
біреу, екеу. Екі екіден қысқартамын. Міне. Біреу, екеу. Кішкене қиындауы мүмкін, бірақ аз қалды. Екеу. Екеу. Иә. Біреу, екеу. Біреу, екеу. Біреу, екеу. 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 Үшеу кетіп қалды. Қайтадан назад. Біреу, екеу. Қайтадан біреу, екеу. Қолымызға жіп, мына қолмен іліп отырамыз, мына қолмен шығарып отырамыз. Мына қолмен шығарып отырамыз, мына қолмен іліп отырамыз. Енді менімен бірге түсті ауыстырып отырған жандар бар болса, онда мынау екі петелькадан кейін біз келесі түсті қосамыз. Қосып алдым ғой. Вот соны қырқпайсыздар, үзбейсіздер. Осыны мына жаққа келген кезде бірде қылып тоқимыз да, мына жаққа келген кезде түстерін ауыстырып отырамыз, иә? Ал бір ғана түспен тоқып отқан жандар тура осылай мына екеуін осылай қоя салып бітіре саласыздар, болды. Қазір түс қосып отқан жандар менімен бірге келесі түске ауысыңыздар. Сары жіпті кішкене тартамын да, келесі сұр жібімді қосамын. Екеуін біріктірем. Так, міне. Сары жіпті артқа қарай тартамын да, не істеймін? Қайтадан просто так дейді, жай ғана петелькалардың бастарын біріктіріп, тағы да бір ряд оп-оңай қосып жүріп шығамын. Енді мына петельканың үсті жақтарын алып жатырмыз. Міне үсті жақтарын шишка болатын кезде мына рядтарды қазір жанынан былай кіргізіп жатырмын ғой, крючокты. Ал шишка алатын кезде осының астындағы петелькадан бастап кіргіземін. Енді қазір әр петельканың, мысалы, бір, екі, үш, міне, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Просто так. Әрқайсыларын тоғыз, он, бір. Мен 15-сі мін. Мыналар болса біргелкі болып тұрғанына сіздер біреу де ойлап қалмаңыздар. Последний, предпоследний. Предпоследний и последний. Ja? Предпоследний не істейміз, бір рет жалпы өзін тоқимыз. Бұл петля подъема. Келесі қалған рядтардың бәрін істейміз, екі-екіден қысқартып шығамыз. Қиын болса, списи қолданыңыздар. Мен бұлай барлығын жеріп алып, крючогымды қатты ұстап. Предпоследний и последний. Ja? Предпоследний не істейміз, бір рет жалпы өзін тоқимыз. Бұл петля подъема. Келесі қалған рядтардың бәрін істейміз, екі-екіден қысқартып шығамыз. Қиын болса, списи қолданыңыздар. Мен бұлай барлығын жеріп алып, крючогымды қатты ұстап тоқи беремін. Так, кеттік, бір екеу. Қараңыздар, бір екі қысқартамыз.
Тағы не істейміз? 1-2 қысқартамыз. Тағы 1-2 қысқартамыз. Осылай міне осы свет ауыстырып жатқан қыздар келесі жіпті былай астынан алып, мынау 2 петелька қалған кезде келесі қосып жатқан жіппен тоқып жібереміз. Екеуін так, енді қыздар былай ашып қараңыздар, мына бірінші ряд ұмытып кетпейміз, оны да тоқимыз. Енді шишкаларды жасайтын боламыз. Так, бірінші петельканы ешқашан тоқымаймыз. Біріншісін тоқыған жоқпыз. 1, 2. То есть 1, 2, 3. Мына жермен санасам, мына жерде қарасаңыздар, қыздар ең бірінші тоққанда. Ең бірінші рет негізі саналмайды, бірақ общий санайтын болсақ 1, 2, 3. 3 петелькадан кейін барып біз шишкамызды жасаппыз. Тура осы бірінші рет. Так, бірді аламыз. 1. Қараңыздар. Мына бірінші петелька. 1, общий санағанда 1, 2, 3. Төртіншісіне біз шишка жасайтын боламыз. Шишканы не істейміз жасағанда? Мына қатардан алмаймыз. 1, 2. Бір қатар төменге түсеміз. 1, 2, 3, 4. Төртті талып болғаннан кейін крючокқа жіптелеп, осыны осылай шығарамыз. Мына үшеуін тоқып кетпеңіздер бірге. Енді шишкамызды былай қаратып, мына тұрған жіпті мына біреуіне ғана, мына тесікке ғана шығарамыз. Шишкаларымыз тарқатылып кетпес үшін. Так, біреу бізде дайын. Келесі. Так, 1, 2, тоже астына қараймыз. 3. Мен негізі 3 рет тоқып, 4-сінде шишка жасаймын. Астынан бір қарап жүрейік. 1, 2, 3, 4-сіне бізде шишка тұр. Қараңыздар, мына шишкадан кейін 1, 2, 3, 4-сіне не істеймін? Шишка тоқитын боламын. Біреу, 2, 3. Қиын болып жатса, мына шишканы былай көтеріңіздер. 4. 4-тен кейін крючокты былай айналдырып, былай қарай тартамын. Одан кейін бар крючокпен мына тесікке кіргіземін. Так, енді қайтадан мына 1, 2, 2. Міне, қараңыздар қыздар. Мынандай жағына мен қазір үстіңгі петелькаларды алып жатырмын. Түп түзу болып тұрған
жіптерге мен кіргізіп жатырмын. Мына домалақ тесіктің ішіне кіргізіп қоймаңыздар, әйтпесе узор дұрыс шықпай қалады. 1 2 3 ой, міне шишкадан кейін мына шишка саналмайды. 1 2 тағы да біреу, міне мына жан жағынан аламын. Бұлай ішінен алмаймын, тура жанынан аламын. 3 4-сіне мен шишка жасаймын. Қиын болып кетсе қолдарыңызға, онда мынандай спица алғаныздар. Спицамен ыңғайлы барлығын шығарып тастаймын. Ең соңғысын қалдырамын. Тез спицаға барлығын қайтадан кіргізе саламын. Енді келесі рядтың мына бір емес астыға қарай түсемді. Осы жерде мен 4 рет алып шығамын. 1 2 рет. То есть бір тесіктен, бір петелькадан біз 4 рет жібімізді алып шығарып отырмыз. Крючокқа жіпті ілемін. Осы жіпті мына жаққа қарай кіргіземін. Крючокты міне жіпті қайтадан аламын да крючокқа шығарамын. Қанша болды? 1 2 қайтадан кіргіземін. Міне так, 1 2 3 Міне мына 4-шісі. Жіпті алып шығарып, ең соңғысын не істеймін? 1 рет тоқимын. 1 рет тоқимын. Қалғандарын не істеймін? 2-2-ден қысқартамын. Артқы жақта ештеңе өзгермейді. Оп-оңай. Бірінші рет біз просто так бастадық. Не? Просто так. Бір-бірден алып шықтық, қайтадан былай жүрдік, қайтадан алып шықтық, қайтадан жүрдік. Одан кейін шишка. Шишкаларға дейін жаңағы нет, шишканы екінші қатарға ауыстырдым. Сөйтіп 2-2-ден соңына дейін қысқартып шығамыз. Мына тұрған спицаларды жайлап ақырында қайтадан крючокқа кіргіздіремін. Шығып кетпесін. Так, мына қалған спицаларға керек жоқ. Қалғанның барлығын мен біреу, 2 мына. Вот, молодцы қыздар, бізде қараңыздар, шишкаламыз қандай әдемі зигзаг сияқты, мына қараңыздар. Зигзаг сияқты шықты. Енді не істеймін? Свет ауыстыратын жандарға мына ең соңғы 2 петелькадан сразу шығарып жіберемін. Так, сарыны былай тартамын, сұрды алып шығарамын да, кәдімгідей обычно шишкасыз просто так тоқып шығамын. Әр қараңыздар, шеті де әдемі шығып келатыр. Әрбір мыналардың үстіне, мыналарды ашсаңыздар ашылады ғой. Осылардың 1 2 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16
әрқайсысын осылай міне жанынан алып отырамын. Ең соңғының біреусін мен тоқып жіберемін. Біреусін. Қалғанның барлығын есем, қалғанның барлығын 2-2-ден қысқартып шығам. Ал кеттік. Біреу, екеу. Біреу, екеу. Біреу, екеу. Крючокпен қиын болса, жаңағы спицамен жартысын спицаға нетіп қойсаңыздар да болады. Екеу. 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 Ой, нахуй үшеу кіріп кетті. Екеу. 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 Басқа свет ауыстыратын жандар, міне қайтадан ең соңғы екі петелька қалған кезде біріктіріп басқа түстен тоқимыз. Так, тағы да бір түс, ең соңғы түс, осы сарыны тағы да бір рет тоқып шығайық. Осымен бітті, осымен енді басын тоқимыз, әдемілейміз қазір. Так, мына бірінші петелька тоқымаймыз, мына келесі петельканы ұмытып кетпеңіздер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 8, 9, 10, 10. Так, маған қиындау болып жатыр. Барлығын крючоктан шығарып, спицаға кіргізіп аламын. Так, последний петельканы шығарамын. 11, 12, 13, 10. Соңғысын бір рет тоқимын. Так, қайтадан 2-2-ден қысқартып шығамын. Екі-екіден мен қысқартып шығамын.
Так, міне қыздар, молодцы. Біз қараңыздар, уже мына жақ бөлігін уже бітірдік. Мына жақ. Енді біз кішкене ғана осы неден тоқимыз. Асты жағын кішкене. Қазір жағын көрсетейін. Так, енді мына не істейміз? Мынаны осы бір рет кіргіземіз. Жіпті қырқамыз. Жіпті қырқамыз. Қатты, көп қылып, оны алудың қажеті жоқ. Осылай бір рет өткіземіз, болды. Мына майысып тұрған жағын қазір үтікпен үтіктеп көрсетеймін. Бұл жаға барлығын орнына келіп әдемілейміз. Мына жақтарда тұра берсін. Қазір бұлардың барлығын көрсетемін, қалай жасау керек екен. Енді не істейміз? Басы майысып тұр, үтіктегенде қазір орнына келеді. Так, ең бірінші петелькамызға өздеріңіз білесіздер, бір түспен осы түсті қосқыларыңыз келсе, осы түс, мына сардан, мысалы мен сұрмен тоқын деп едім, бірақ сарымен кішкене араластырған соң, сар түсті араластырған соң, мен ойладым, мына жан жақтарын да мына сарымен қоршайын, әдемілеп. Одан кейін мына бас жағына да астыңғы жағына да сары түс қосайын деп. Сонда әдемі ашады деп. Вот сол үшін мен сары түспен тоқып жатырмын. Бір түспен тоқсаңыздар да әдемі шығады. Мына жіпті алып, ең бірінші петелькаға саламыз да, жіпімізді осылай алып аламыз. Көп алудың қажеті жоқ. Осы тез көрсете беремін осы. Екіге бөліп, оны мына тесттен шығарамыз ең бірінші. Одан кейін барып, келесі тесіктен қыздар қараңыздар, біз қазір мына нос дейді ғой, тапочкеміздің мына жағынан тура осылай дәу қалдырсақ, мысалы да осылай қалдырсақ, әдемі көріне ме? Әдемі көрінбейді. Біз оны қазір мына жағын кішкене, мына жақта 16 петелька болса, бізде мына жақта 13 петелька қысқартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына біреу бар, 13. Яғни 3 петелька қысқартамыз. Сосын кезде бізде мына орны әдемі шығады. Кішкене қысқарады, және де мына жерде 1, 2, 3 саусағымыз көрініп тұрады. Қалған жерлер мына жерде тұрады. Қалған саусақтар сонымен бізде мына бас жағы әдемі көрініп тұрады. Вот соны сіздерге қазір көрсетемін. Тура бағана қалай тоқыдық, тура солай. Просто біз қазір қысқарта саламыз. Біреу, мына жақ жіпті кішкене тартыңыздар. Екеу, үшеу, төртеу. Негізі қысқартқанда мен осылай шет-шеттерінен қысқартамын. 2-2-ден қысқартушы едім, бірақ бұл неде тоқып жатқан тапочкеміздің басын мен басқа шағып қысқартамын. Мына гүлдің астынан жіберем, шишкамыздың астынан жіберем. Қараңыздар, шишкамыздың мына жағынан жіпті шығарамын. Крючокты кіргіздім мына шишкамыздың астындағы тұрған жіпке. Одан кейін мына жіпті былай ілемін. Ілдім. Енді жіпті шығарам. Шығарам да мынау жанындағы жіпке қосып жіберем екеуін. Түсініңіздер ме, қыздар? Мынау қысқартқанымыз көрінбей қалады. Қыздар, е? Шишканың жанындағы мына петелькаға мен жібімді кіргізем. Шишкамыздың астында тағы да бір петелька бар ғой, соған крючокты кіргізем. Одан кейін жіпті осылай ораймын. Одан кейін барып крючокты былай шығарам. Шығарғанда мына жанындағы петелькаға осы мына тұрған жіпті кіргізіп жіберем. Міне, бізде бағана 5 болып керек еді, енді қазір бізде 4. Біреуін мен мынаның астына кіргізіп жібердім. Осылай қысқартамыз. Так, келесі рет қайтадан жалғастырамыз.
осылай жалғастырып кете береміз. Бізде 3-4. Енді не істеймін? Крючокты қайтадан шишканың астында тұр. Қарасаңыздар, шишканы былай ашып, қарасаңыздар көрінеді. Осының астына қарай кіргіземін крючокты. Жіпті алып шығарамын. Шығарғанда мынаның астына қарай кіргізіп жіберемін. Келесі жанында тұрғанның астына қарай кіргізіп жіберемін. Түсініңіздер ғой, иә? Давайте қайтадан қайталайық. Так. Шишкамыздың астына қарай мына крючокты кіргіземін. Крючокпен жібімді аламын да итерем. Енді мына жандағы тұрғанның ішіне қарай кіргізіп жіберемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелька болды бізде. Енді 1, 1, 2, қайтадан осыны жалғастырам. 2, қиын болса қайтадан спицаға көп қоюға болады барлығын. 2, үшіншісін тоқимын. Шишкамыздың астына крючокты кіргіземін. Кіргізді қой крючокпен жіпті алып шығарамын. Не істеймін? Қысқартамын. Жанындағы жіпке кіргіздіріп жіберем. Тоқымаймыз, ештеңе істейміз. Так, енді келесі жіп. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына бізде соңғы рет 13-ші рет. Бір рет бұны тоқып жіберемін де, қайтадан 2-2-ден қысқартып шығамын. Мына қыздар, біздің уже бас жағымыз дайын. Енді қазір біз мына жағын үтіктейміз, және де екі подошваны алып бір-біріне біріктіреміз. Сосын барып жіпті экономдау түрін көрсетем деген болатынмын. Қыздар, енді мына жерде жібімізді қырқамыз. Қатты ұзын қылмаймыз, кішкене ғана қырқсақ жетеді осындай. Бір 5 сантиметрда.
Одан соң мына тесіктен жіпті былай аламыз да мынау екі жақ жіпті бір-біріне байлаймыз. Қазір енді бұлардың барлығын мен сізге көрсетемін. Просто қыздар біз екі жіпті қосқаннан кейін осындай болып жатыр. Негізінде бір ғана жіп болса, сіздерде мынандай нәрселер болмайды. Келесі мына тұрған жіп, сары жіпті. Бұны да біз қазір кесеміз. Ол үшін сары жіпті алдыңғы тұрған петелькамыздан кіргіземіз. Осы сары мен сұр жіпті екеуін байлаймыз. Қатты байлап түйін қалдырып қоймаңыздар. Жай ғана байлаймыз. Және де сұр жіпті қырқып тастаймыз. Бұл да бізге керегі жоқ. Жіптерімді жинап қояйын. Қазір мен сіздерге үтікпен жұмыс жасауды көрсетемін. Мен осы скатертімді пайдалана берейін. Қараңыздар, мен сіздерге қазір енді осы подошвамыз тоқ болғаннан осындай бір майысып, кішкене түзу болмай сондай болып тұрады. Сондықтан біз соны қазір ретке келтіреміз. Ол үшін бізге астымызға орамал негізі керек болды. Полотенце дейді. Немесе мен дәл қазір скатерттің астына қоятын мен таңдап тұрмын скатерт. Енді ол үшін подошвамын мына оң жағын астыға қарай қаратамын. Екінші подошваны тура осылай қоясаңыздар болады. Былай қояйық. Экономдайық жерді. Енді осылай қойдық. Ары қарай мына тоқылған жері оң жақ қарай қарап тұру керек. Енді осы қайтадан неміз жабамыз. Парды басамыз. Басу арқылы ол түп-түзу болады. Пармен. Мінекей, бізде қараңыздар түп-түзу подошва дайын болды. Енді бұларды, қазір бұл ыстық қой, бұларды бір 3-4 сағат кем дегенде үстіне ауыр затты басып қою керек. Менде ауыр үтігім бар, мен соны басамын. Немесе басқа да шкафтың астына да қойып қойсаңыздар болады. Главное, ол осылай түп-түзу болып тұру керек. Үтікпен жасағанда барлығын жасау керек. Енді мына жер бізде қараңыздар майысып тұр ғой. Соны былай мына шеткі жағын міне қоямын да осылай үтікпен басып шығамын. Вот. Қараңыздар, бізде бас жағы ровно болды, және де қатып тұр бұл. Біз қазір тапочкаға осылай кигізгенде біздікі әдемі болып шығады. Астыңғы жағында үтіктейік. Кішкене. Тек қана пар қолданамыз. Рұқсат ерінбей үтіктеп әдеміленіп қолдансаңыздар, ол сізге керісінше әдемі нәтиже беретін болады. Осымен үтіктеу жұмысы аяқталды. Келесі сабақта біз мына минустардың жіптерін барлығын тығып жөндейтін боламыз. Енді біз артық жіптермен жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, артық жіптермен жұмыс жасау үшін мысалға мына сұр жіп пен сары жіпті байлайық. Екеуін бірге байлайық. Сұр жіп пен мына келесі сары жіпті байлайық.
Енді бұл жіптерді бір-бірінің астына тығып жібереміз. Енді не істейміз? Теріс қаратамыз, қыздар. Мынау жіпті көріңіздер, астыңғы жақтарындағы неден мысалға да былай крючок сәтінде әйтеуір тура жанынан бір петелька тауып аласыздар. Соның астына қарай кіргізіп жібереміз. Сарыны да солай, сарыны келесі петелькаға кіргізейік. Екі сарыны біреуіне кіргізейік. Сарының жанындағы сұр жіпке мен қазір осылай алып кіргізіп тастаймын. Енді екі сары бір жерде болды. Сіздер астыңғы рядтағы немесе жандағы әйтеуір петелькаға кіріп кетсе болғаны. Так, келесінің астына мұны қараңыздар. Тағы да біреуісіне кіргізейік, екеуіне кіргізейік. Жалпы қыздар, именно менің алған петелькаларым емес, өздерің просто жандағы петельканы аласыздар да кіргізе бересіздер. Болды, так, сары жіп бітті. Біз үшін былай қия салайық. Так, келесі сары жіп, екі сары жіпті бірге алып, мына сырдың астына кіргізейік. Одан соң барып, мына сырдың астына кіргізейік. Одан кейін барып, маяқтан кіргізейік. Мына жағынан өткізейік. Жалпы осындай жіптерді осылай тығып тастайды. Барлығы осы әдісті қолданады. Өйткені бұл жіптерді до конца қиюға болмайды. Соңынан түбінен қиып қоюға болмайды. Бұл бізде швейный машинка емес, олай қия салатындай да. Әрқайсысына осылай кіргізіңіздер. Қараңыздар. Кішкене қырқып тастаймыз. Немесе қазір мына жағын көрсең енді былай да жасауға болады, немесе былай жасаңыздар. Мына жібін осылай тұр ғой, мына жақта сары жіпті ма, сары жіптің бойына кіргізіңіздер. Сары жіптің бойына кіргізейік. Мына жақта былай тоқыңыздар ма, мына жақта былай. Мына жақта былай кіргіздеріңіздер ма, мына жақта былай. Мына жақ былай ма, мына жер былай. Мына жер былай. Мына жер былай. Ең соңғы бір өткізейік. Болды. Бұл ешқашан сөгілмейді деген сөз. Мына вариант сары, яғни сарының ішіне кетеді. Енді бізде не қалды? Бізде сұр жіптер қалыпты. Мына сарыны точно так же. Так, енді сары. Бой сұр. Мына осылай қыздар. Осылай барлығын тағып жүреміз. Бұл тапочкеміздің асты жағында тұрады. Қазір осылай тұратын болады. Енді біз тапочкемізді жаңа айтуды ұмытып кеттім. Менде былай гүлдің астынан 3 рет қысқарттым ғой. Сіздер тағы да қысқартқыларыңыз келсе, тура осылай бағана мен қалай басарым, тура солай тоқисыздар. Мына шишканың астына келіп крючокты кіргізіп, және де мына предпоследнийдің тура жанындағы кіргізіп жібересіздер. Тура солай мынаны вообще жауып қоюға да болады. Осыны айтайын дедім. Бағана қысқартқаныма қарап, соңғы жағы да тура солай қысқарады. Ал қыздар, енді екі подошвамызды алып, солардың жаңағыдай бараттарын, жіптерін теңдейік.
Енді мына жақтағы петельканы қараңыздар. Біз былай білдіртпей жапқан едік. Артқа қарай қаратып. Кішкене кесіп тастаймын. Бұларды да қолдануға болады. Одан кейін мен осылай келесіне мынандай жіптерді бөлшек бөлсек жаңағыдай өзімізге көрпеше, жастық бар ғой, кәдімгі отырғанға жастық жасаған ішіне өзіңіз салып жүруге болады, синтепонмен бірге. Вот қыздар, осылай соңына дейін жауып шығамыз. Мына қыздар, осымен подушамыздың артқы жағы жабылды. Енді бұл жерде бастысы және ең соңғы жіпті жасырсақ болды. Қыздар, мына екінші подушаның астында осылай жасырдым. Енді не істейміз? Осы екі подушаны қазір біріктіріп, сары түсті ортасына жалғадым. Арты менде осылай шықты. Сары подушаны, сары жіпті қолданамын. Ол үшін бізге крючогымды аламын. Крючокты мынау басында біз бір петелькадан 4 рет шығарған ең жаңағыдай соңғы петелькамызға мына осы тесіктен крючоктан мына жақта крючок екі подошвадан өткіземіз. Сосын мына жіпті былай алыңыздар. Мына жағында көп қалмай қойсын. Осылай шығарамыз. Шығардық. Екі жіпті осылай тартып аламыз. Енді келесі предпоследний жіп бар ғой. Вот, содан шығарамыз да крючокты тура сон тесіктен шығарамын да жіпті іліп жіберемін. Крючок жіпті алып шығғанда менде крючокта екі жіп болады. Екі жіппен мен осылай тоқимын. Екі жіпті бір-біріне қосамын. Тура солай. Мына жақтағы жіпті бір-біріне байлай салсаңыздар да болады. Сосын мынаны жаңағыдай тығып шығамыз. Енді қыздар, қараңыздар. Енді мына каждый петельканың ортасында тесіктер бар, мына ашып қарасаңыздар. Каждый петельканың ортасындағы тесіктеріне жіпті кіргізу арқылы, тура мына орталарына кіргізіңіздер, мына қараңыздар, ортасындағы тесіктер. Осы ортасындағы тесіктерге кіргізу арқылы біз ортасын тоқып шығамыз. Артында қараңыздар, артында тура осы тесіктерге біздің жібіміз кіру керек. Мына ортасындағы тесіктерге. Ал кеттік. Так, крючогымен жіпті алып шығарамын. Екі жіп болды. Алып шығарған жіпті мынаған тоқимын. Дәл осылай әдемі болып шығады, қараңыздар. Түсінікті ғой, мына каждый тесігіне кіргіземін. Мына крючогыма мына жіпті беремін. Жіп менде астында тұр. Сосын мына жіпті мынаның ішіне кіргіземін.
былай. Қатты қысып тоқымаймыз, жай ғана боста тоқымаймыз, орташа. Тура осылай соңына дейін. Мына жақ соңында қалған кезде астын былай тартып, кішкене бірдей болу керек. Бірдей етіп отырыңыздар. Қараңыздар, бізге өте әдемі өрім шықты. Сіздерге шықпай жатса, ештеңе етпейді. Қайта-қайта тоқи берген сайын, ол әдеміленіп шыға береді. Қараңыздар, мен жіпті экономдау вариантын осы жерге қазір айтайын. Біз мына жіппен мына жерге дейін тоқыдық. Енді мен қазір қырқып тастап, мысалы мына жіпті қайтадан қазір мына жақты қалай жалғау керек екенін көрсем, солай басқа жіппен де жалғасаңыз болады. Идея деген толып жатыр, өзіңіз білесіз. Мына жақты басқа жіппен, мына жерлерін басқа жіппен қосасыз ба, өзіңіз білесіз да. Просто мен айтайын деп жатқан нәрсе, қыздар, мына жерден бастадым ба, осы жіппен до конца мына жақты бірінші мына жерден бастап тоқып жатырмын ба, мына жерге дейін тоқимын да, мына бас жағын, мына бас жағын бірге тоқып кетемін. То есть барлығын мына қараңыздар, мына жіппен былай тоқып кете беремін. Бір шетінен қараңыздар, қыздар, бұл вариант өте күшті вариант. Өйткені біріншіден екі подошваның ортасын әдемілейміз, екіншіден орталарын, екі подошваны бірдей тоқимыз, үшіншіден бір рет тоқығанда біз уже үстінде тоқимыз. Демек, қараңыздар, біз бір тоқығанда үшеуін бірақ тоқиын деп жатырмыз. Кейбіреулер бар, бірінші мына жақты тоқиды, жіпті қырқып тастайды, сосын барып мына подошваны бірге жалғастырады, әдемілейді. Подошваны бірге бір келкі тоқып алады, одан кейін бар оның үстін тоқиды. Үстін тоққанда бізде полностью жалмайды, мына жағы ашық. Мына жағын бөлек тоқып алады, жіпті қырқады, мына жағын бөлек тоқиды. Ондай вариантын мен жасам, ол вариант маған мүлде ұнаған жоқ. Сондықтан да мен өзімнің осы 5 жыл осы алдындары тоқып жүрген кезде тоқыған вариантымды мен сіздерге ұсынамын. Міне, ортасын тоқып келе жатырмыз. Қазір бірге подошваны біріктіріп тоқимыз. Подошваны біріктіріп тоқи отыра, біз мынаны үстін жалғаймыз, сонымен мына жеріне дейін келіп подошвамызды бітіреміз. Осымен біздің тапчикіміз дайын болады. Так, кеттік. Мына жердегі петелькаларды біріктіргенде, екі подошваны біріктіргенде, қараңыздар, екі петельканы бір-біріне қарама қайшы болып тұру керек. Біреу мына жақтан алып, мына жақта тоқымаймыз. Бірдей подошваны аламын, кіргіземін. Келесі тоқимын, мынаған кіргіземін. Енді біз мына шеттен емес, мына жақтардың бәрін жалғаймыз. Мына жерде бізде уже түсінікті, что біз жібімізді бұл жерде жасырған жеріміз. Каждый петельканы алып, түсінікті ғой, қыздар, қараңыздар. Мына петелькамен мына петельканы біріктірдім. Жіпті алып, мына тесіктен шығарып жатырмын. Жалпы біз осылай келе жатырмыз. Менде оң аяғы тоқылып тұр, сондықтан мен қарап алам. Ал сіздерде тоқылмаса, аяқтарыңызды өлшеп көріңіздер. Аяқтарыңызды қойып, сосын мына үсті жағын былай кигізіп көріңіздер. Қай жері сіздерге ыңғайлы. Мен осы жерден қазір мына бас жағын уже тоқимын бірге. Маған осылай ыңғайлырақ болып тұр. Енді мына бас жағын аламын. Қараңыздар, әдемі шықты. Шишкаларымыз прям шикарно шықты. Енді мына жіпті кішкене тартып қойын. Енді қараңыздар, бұны қалай тоқимыз. Мына сары ряд, мына бізде последний болып еді ғой.
Оның шеті міне. Солай ғой, қыздар, міне. Екі шетін алдық. Ең соңғы петелькасын. Мына жіпті крючокқа кіргіздіремін. Жаңағы ең соңғы шетін аламын. Келесі крючокқа кіргіземін да. Үшеуін, міне қараңыздар. Енді үшеуін бірдей тоқимын. Так, енді қараңыздар. Келесі мына сарының, мына былай тұрмау керек. Сарының екінші жартысы бар ғой. Сар. Мына жақтағы петельканы. Сонымен біреу, екеу, шетпен санағанда 2 петелька кіреміз. Үшеуінен шығарамыз. Тоқимыз. Енді мына жерді қараңыздар. Бізде сарын тоқыдық қой, енді сұрды мен тоқымай кетемін, өйткені ол кішкентай қана. Және де мен әрқайсысын тоқсам, уже подошвамыз осылай бітейін деп тұр. Сондықтан кейде мына бір петельканы қалдырып, мен келесіне өтемін. Так, келесі петелька менде сұр. Міне бізде шет жағы әдемі болып келе жатыр. Соңғы сары петелькам. Сары ең соңғы мына бас жағында петельканы ұмытып кеттіңіздер. Үшеу, сонымен біріктіремін. Молодцы. Біз уже бір жағын тоқыдық. Енді орта жағын тоқығанда қыздар есептейміз. Так, мына петелька тоқып тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мен осы 7, 8 примерно сондай қалдырам. 7-сіне белгі ретінде түреш қадап қосақ болады. Так, енді ол осай тұрады. Мына үсті жағы. Енді кәдімгідей қайтадан 2 подошваны бір-біріне біріктіріп тоқимыз. Ал егер де сіздер тапчыларыңыз үстін жағын толығымен полностью жапқыларыңыз келетін болса, онда мен сіздерге жаңа көрсеттім ғой, шишканың астынан мен қысқартамын. Сіздер де тура солай тоқып келе жатасыздар да, қысқартқан жерден тағы да бір петляны қысқартасыздар, тағы да бір петля, содан кейін тағы да шишканың астынан қысқартқан жерден тағы да қысқарта бересіздер. Сіздерде общий мына жерде бас жағында 7 петля қалды ма? Оның бас жағында да, яғни тапчкенің үстіңгі жағынан да 7 петля қалу керек. 7 де 7 болса, онда сіздерде ровно шығады. Түсінікті деп ойлаймын, қыздар. Подошваны біріктіріп тоқи береміз. Енді қайтадан мына жерде мен төрешпен бағаны белгілеп қойдым. Демек мен осы жерге мына немді үстін жабамын. Үстін жабамын. Сарыдан бастаймыз. Сарыны былай ашсаңыздар, қыздар, ашылады. Мына былай ашсаңыздар, мына ең соңғысы. Мына жерде көрініп тұр. Бізге керегі осы жіп. Осыны мен келесі мына жіпке
тоқимын. Ары қарай тура осылай әрқайсысына екі подошва, сосын мынаны бірге жалғай саламын. Енді қараңыздар, мына жер мен мына жақ бізде бірдей болу керек, екі жақ бөлік. Сондықтан да мұқият болыңыздар. Мына жерге келген кезде уже біз тоқтатуымыз керек болады. Керек болса, қыздар, мына жерде былай қарай қатты да созылып кетпеу керек. Мына жақта мен кішкентай сұр жіпті тоқымай кеттім, одан аттап сарысып тоқыдым. Тура бұл жерде де солай жасауға болады. То есть бір петельканы қалдырып, келесі петелькаға өту. Мына қараңыздар, мына екі шетінен аламын. Ортадағы сүрді қалдырып кеттім. Болды. Енді соңына дейін біз екі подошваны ғана біріктіріп тоқи береміз. Міне қыздар, біз уже соңғы жағына келдік. Ең басында біз жіпті кіргізген петелькамыз міне бас жағын. Соған сарының үстінен өтіп крючокты кіргіземіз. Сосын бәрі осылай шығарамыз. Болды. Жібімізді шығарып тастаңыздар. Одан кейін барып жандағы петельканың жанынан аламыз. Одан кейін барып мына жақ шетінен аламыз.
Так. Болды, бізде осымен тапочкеміз аяқталды. Енді бізге мына жіпті тоқып жасыру. Ең астынан алып шығайық бұл жіпті. Міне осылай мына жақтан араларына соңына дейін кіргізіп шығамыз, немесе дорабанамен осылай мына жақтан кіргізіп, мына жақтан